сіздермен сөйлесіп, сіздердің ойларыңызды біліп, барлықтеріңізге жауап берейін деп. Привет из Дубая дейді. Дубайға да жалын сәлем. Мұса мен Агата не болар екен білмеймін. Екеуінде де бір ұнату сезімі бар сияқты. Сен шындықты айтасың, Зухра дейді. Сәлеметсіз бе, неге алдында жыладыңыз, көз жасыңыз тұрамайды, жыным келеді қатты дейді. Просто көз жасыма ерік беріп қойдым. Неприятно болып кетті просто. Енді дела сердечные түсінесіздер ғой. Үйде кіммен тұрасыз дейді. Мен подругамен тұрамын. Привет, Зухра, сізді жақсы көремін дейді. Қанша балаңыз бар дейді. Бір балам бар, бір ұлым, 4 жаста. Ұлбосын неғып отыр, кетпей ме, еще Абылайды қызғанады дейді. Ұлбосын скоро кетеді, 12 күні тойы болады, содан кейін жобадан уже кететін болады. Бірақ мен наоборот Ұлбосынды жақсы көремін, жақсы жұп, жақсы қыз негізі. Привет из Восточно-Казахстанской области дейді. Милашка, сізге де сәлем. Өзбекше түсінесіз бе дейді. Енді примерно түсінемін, потому что өзбек тілде қазақ тіліне ұқсас қой. Так, Санжар кірді ма? Кірген жоқ па? Сіз қалай ойлайсыз, Агата кімді таңдайды, Мұсаны ма или Ағыланды ма? Менің ойымша Мұсаны таңдайтын сияқты. Зухра жеке нөмірін жазып жіберші дейді. Жоқ. Өкінішке орай нөмірімді жібере алмаймын. Шашыңызды неге тікірейтіп бармайсыз эфирға дейді. Ол қалай? Жақсы көрем сізді, өте күшті жансыз дейді. Рахмет, жыламаңыз, сізге жазбайды. Хорошо, Зухра, қалай жағдай, руын қандай дейді. Ұлы жүз дулатпын. Мұса мен Агатаны жұп ретінде көресіз ба? Иә, жұп ретінде көрем, екеуі бір-біріне жарасатын сияқты. Олжас сәлем деңізші. Олжас сәлем, Зухра, мамаң аман болсын дейді. Ау, мен айтқаныңыз келсін. Магазина жазған екен. Қазақша жақсы сөйлейсің дейді. Рахмет, Айжамал. Зухра, почему все тебя достают? Сенен бәрі көретін деп бүкіл қателіктерді. Бір сөз бар ғой, қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан деп бүкіл нені менен көріп қала береді. На самом деле, Абылаймен болған жағдайды түсіндіре кетейін. Абылаймен болған жағдайда менің ешқандай кінәм жоқ. Ол жерде мүлдем ондай әңгіме болған жоқ. Извините, кто по гороскопу и по профессии дейді Жанар. Я по гороскопу Козерог, по профессии педагог-психолог. Агата не рыба, не мясо дейді. Мен сізді шын көремін, қосылаяқты ең шынайысын, бетке айтасың, молодец, я за тебя дейді. Рахмет. Өзбекше түсінесің бе дейді. Түсінем. Азанда қанша тұрасыз? Сағат 8:30. Жақында үміткер болып барам, сенің мінезің, шыншылдығың ұнайды маған дейді. Хорошо, келіңіз. Не болған азам менен дейді. Үйінде қанша бала шағасыңдар дейді. Мен 3 ағайындымыз, 2 сіңірім бар менен кейін. Так, хотелось бы лично поговорить с тобой дейді. Боюсь, что это невозможно, потому что я могу общаться только на проекте. Тем более вы мужчина. С мужчинами я знакомлюсь и общаюсь только на проекте. Неге көрінген жігітті ұната бересіз дейді. Просто сондай ұнатып қалғышпын мен. Үйінде қанша баласындар айттым, оны жасанды сұлулық қой сенікі дейді. Мен сонда влюбчиваямын, честно сказать. Ұнап қалады дейді. Жасанды сұлулық қой сенікі дейді. Жарайды, жасанды болсын, енді қайтеміз енді. Енді Құдай бермей, енді бір адамды прям әдемі қылып жасады, бір адамды енді әркімнің өзінің әдемілігі бар ғой. Енді мен өзім тұрым өзімен ұнамағаннан кейін, мен енді прям вся переделанная емеспін ғой енді. Неге Ағылан сияқты ескі қатысушылар келеді, надоел өтірік сияқты көрінеді, эфир сырт көзге дейді. Тұрасың, айтасың, маңды басқалар жасырмайсың, басқалар сияқты өтірік тұр жасамайсың, сол үшін көре алмайды дейді. Ажар жолдас, рахмет сізге. Енді Ағылан да келгісі келген шығар, бәлкім үйленуге дайын жігіт болғаннан кейін алған шығар, наверное. Тәпішке қуалап келетін адамдарды бізде алмайды ғой. Бізде шынайы бағдарлама болғандықтан шынайы үйленуге ниетін білдіріп, шын ниетін білдіргеннен кейін келген болар. Қай жылғысың дейді, 89.